Таңдарыңыз нұрлы болсын, қымбатты көрермен. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді кеше ғана Дарын орталығының ұйымдастыруымен халықаралық 3-ші онлайн шахмат жарысының қатысушылары Ақтөбе облысының командасы, таныс болыңыздар, бапкері Ешмағамбетов Серік Кеңшілікұлы, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі, және де Сағынбаев Нұрислам, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы, және де нөмірі 36-шы орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Құрманалин Болат бүгінгі біздің студияда қонақта. Қош келдіңіздер. Жалпы енді жеңістеріңіз құтты болсын. Жеңіс құтты болсын. Ақтөбенің атынан шығып, біздің осы облыстың намысын көтеріп, алдағы уақытта әрине сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Енді дәл осы онлайн жарыс туралы, жалпы жарыстың өту барысы, бұндай бір ерекше форматта алғаш рет көрген шығарсыздар, иә? Сол туралы. Қалай өтті? Жалпы осы жылда өтіп тұрды бұл жарыс. Бұл алдыңғы уақыттарында Дәрмен Садуақасов атында өтетін еді. Биылдан бастап 3-ші халықаралық шахмат жарысы деп өтті. Биыл енді індетке байланысты жаңағы онлайн өтті. Ешқандай қалаға барған жоқпыз. Былтыр мысалы Ақтау қаласында өтсе, биыл өзіміз қаламызда отырып онлайн шахмат жарысына қатыстық. Онлайн шахмат жарысына, халықаралық жарысқа 20-дан астам команда қатысты, және көрші елімізден Ресей елі және Қырғызстан елдерінен басқа елдерден командалар қатысты. Енді онлайн форматтағы жарыстың ерекшелігі қалай болды? Жалпы енді бастапқыда қиын болған шығар, түсінбеген шығарсыздар, иә? Енді онлайн шахмат жарысы қанша дегенмен оңайға соқпайды, өйткені неше түрлі айла тәсіл қолдану мүмкін қарсыласымыз. Дегенмен де басты төрешілеріміз бар, мысалы Қазақстан Республикасы Федерацияның. Соның төрешілерінің арқасында әділ өтті деп есептеймін, өйткені сыртымызда мысалы Zoom арқылы тексеріс болды, және де ойын біткеннен кейін әр жарыс сайын қадағалап, кім мысалы читтер қолданды, мысалы сондай ойыншыларды ойыннан шығарып тастады. Жалпы осы жарыс барысында дәл осындай тәртіп бұзушылық болды ма? Арнайы бір айла тәсілді қолданғандар? Болды. Қателеспесем 2 оқушы болды әр жастарда мысалы. Оларды негізінде командамен алып тастаймыз басында ескерткен. Одан кейін тек қай оқушы пайдаланды, сол оқушының барлық ұпайларын алып тастады. Демек, сайыс ең бастысы әділ өтті. Енді жігіттерден сұрайық, жалпы сіздерге қалай болды? Бапкерлеріңіздің айтуы бойынша барлығы ойдағыдай өтті. Өздеріңізге қиындық соқтырған жоқ па? Жалпы шахмат жарысы енді бұл форматта бірінші рет болып жатыр. Негізі бұрында Ақтау, Тараз секілді қалаларға барып, бұл жарысты офлайн түрде ойнайтын едік. Бірақ биыл енді осы індетке байланысты онлайн форматта өтті. Жалпы онлайн форматта өткенде қалай сезінесіздер ма? Жарыс болып жатқан. Қарсылас алдында отырған сияқты бола ма жалпы? Әлде ойын ойнап отқан сияқтысыздар ма? Жоқ, әрине ол опыт дейді ғой. Тәжірибе дейді ғой. Бұрын ойнап жүрген кезде әрине сасқалақтап қорқыныш болады. Бірақ енді мен 7 жыл қатысып келе жатырмын шахмат ойынына. Бұл мен үшін күндегідей бір ойын секілді, ойнап, кәдімгі ұтып, не жеңіліп, әшейін еш уайымсыз ойнап шығасың. Бірақ жарыс өте жоғары дәрежеде өтті, дайындық өте мықты болды. Жарысты ұйымдастырушылардың жағынан да жарыс өте жақсы дәрежеде өтті, жоғары дәрежеде өтті деп санаймын. Енді дәл осындай онлайн форматқа дайынсыздар ма, екінші жарыс болса? Енді әрине офлайн форматта болған қалаймыз, бірақ індет енді басылсын деп Алла қаласа. Енді бұйыртпаса дайынбыз әрине. Енді бұл сіздердің 7 жыл қатысып келе жатсыз, бұл сіздің алғашқы жеңісіңіз емес шығар? Алғашқы жеңісіміз емес, әрине 18 жасқа дейін мен облыс чемпионымын, 16 жасқа дейін облыс чемпионымын, 20 жасқа дейін облыс чемпионымын. Қазақстан Республикасынан 2018 жылы 5-ші орын алдым, енді ояқта 3-ші орынды 4 ойыншы бөлді. Сол бұл, яғни қосымша показателі бойынша мен 5-ші орынға түсіп қалдым. Ал енді бұл сайыста чемпион болуға не кедергі болды? Бұл сайыс әрине ол команда ойын ғой. Бұл аяқта жалпы өзінің ойының маңызды емес, қасындағы командаластардың да ойыны маңызды. Себебі өзің бірінші орын алуы мүмкінсің личныйда, бірақ командада қасындағы командалы ойыншылары әлсірек ойнаса, команда ұтылмайды. Ол әрине бұл командаға байланысты. Ал сіз не айтасыз? Нұрислам, шахмат несімен саған ұнады? Неліктен шахматты таңдадың деген сұрақ?
басында мен ағаммен ойнадым. Сосын қызығуш пайда болды да шахматқа қатыстым мектепте. Мектепте. Қазір енді шахматты жақсы көресің бе? Иә. Ағаңмен әлі ойнап тұрасың ба? Немесе дәл қазіргі сәтте енді шахматқа қатысып жүрсің ғой. Ағаңды өзің ұтқан сәттерің болды ма? Иә. Ағаң таң қалды ма? Мә, күшті үйреніп келе жатсың деп. Сосын мен мектепке шахматқа үйірмесіне қатыстым. Жалпы өзіңе ұнайды шахмат. Математикаға демек жақынсың. Иә. Керемет. Ал енді жалпы осы үйірме туралы айтайықшы, балалардың қызығушылығы. Енді бұрын күрес, спорт, жалпы осы бокс десек, тұра алып ұшатынбыз, жалпы ішіндегі сыныптағы бұзақылық жасайтын барлық балдар алдығы шепте жүретін. Дегенмен де ол кезде шахмат кенжелеп дамып келе жатқан сияқты еді. Енді қазір мүлдем басқаша. Балалардың барлығы дәл осындай интеллектуалдық ойындарға бейім келетін секілді. Жалпы өзіңіздің бапкер ретінде ойыңыз? Бапкер ретінде жалпы шахматқа мысалы кішкентай кезінен баста дайындағанымыз жөн. Өйткені жарыс оқушыны кішкентайдан бастасақ, ол тез алып кетеді, тез қабылдайды, тез жаттайды. Икемі жақсы болады. Ал енді жалпы қазіргі мектепте немесе арнайы бір орталықтарда шахмат ойынның, жалпы интеллектуалдық ойындардың қарқыны қалай жүріп жатыр? Балалардың қызығушылығы қалай? Мысалы, өзімізден алатын болсақ, қазір мектебімізде басында 8 шахмат тақтасы болатын. Қазір шүкір республикалық конкурсқа қатысып, мектебімізде шахмат кабинеті бар. 20 шақты шахмат тақтасы, сағатымыз, арнайы доскамыз, тақтамыз барлығы бар, шүкір. Осы Нұрисламдар басында қатысқан кезде бірінші класста өзіме қатысты. Жақсы деңгейде көрініп, бала әрмен қарай алып кететін болғасын, менде 1 жылдай қатысты. Содан кейін мен бұл баланы ұстамайын, әрмен қарай бұл баладан бірдеме шығатын сияқты болды да, сосын бұны қалалық нөмір 1 спорт школы бар, спорт мектебі. Сол спорт мектебіне қатыстырдым. Қазіргі жаттықтырушысы Тәтеров Асхат деген ағай бар, сол оқушыда. Қазір Нұрислам мысалы осы биыл 4-ші класс оқып жатыр. Бірнеше қала чемпионы, облыс чемпионы болды. Былтырда Ақтау қаласына барып, 10-дықтың ішінде ойнап қайтты, жақсы. Биыл 3-ші халықаралық онлайн шахмат жарысында командалық есепте 3-діктің қатарынан кірді тағы. Әрине, енді ғалымдардың зерттеуі бойынша жалпы енді арнайы әлеуметтік желіде де ол туралы пікір бар. Енді сіздерден сұрайық. Негізі нағыз мықты политиктер, жалпы ел басқаратын адамдар осы шахматты жақсы ойнаған дейді. Жалпы кез келген осы бір мәселені шахматтың жүрісі секілді, аттың жүрісі сияқты бір кейбір сәттерде өзіндік бір позицияларды қолданады дейді. Қаншалықты сенесіз осында? Әрине сөзсіз, себебі политиктер ол яғни стратегия, политика ол да өзінің белгілі бір деңгейдегі стратегиясы деп айтсақ болады. Шахмат ойында сіз қарсыластың не істейтінін, өзіңіздің не істейтініңізді ойластырып, яғни өзіңізге максималды түрде тиімдірек ходтар жасайсыз, жүрістер жасайсыз, сіздің позицияңыз жақсару үшін. Политикада дәл солай. Яғни қарсыласты, оппонентті бірнеше жүрістер, осы оппоненттің бірнеше жүрістерін ойлап алдыға қарай. Оны жеңу секілді мәселелер ғой. Әрине, елбасыларымыз да, депутаттар да, министрлер де, әрине сөз барлығы дейсің. Шахмат ойналады. Себебі стратегия бұл. Өте маңызды политика. Жалпы енді шахмат ойынына деген құштарлықты қалай жасақ болады? Немесе ол оқушының өзінде бір шахматқа деген қызығушылық болу керек па? Ең бастысы бірінші оқушыда қызығушылық болу керек. Сосын екінші еңбектену керек. Мысалы, бүгін беріліп жүрген тапсырманы ертең мысалы дәл солай қайтып келмей, үйде де қайталап ізденіп, оны интернетте ақтарып, немесе қазір ұялы телефондарымызда шахмат ойыны бар, сол арқылы өзін ойнап дамытса, әрмен қарай алып кетеді ол. Жалпы шахмат ойыны логика ма немесе есеп пе? Көп жаңа логика. Кейбір мифтер бар, шахмат ойыншылары математиканы жақсы біледі деген. Ол нақты тұжырым емес, себебі шахматта ашейін 2-3 ход алдыға есептейсің, мүмкін 10 ход, ондай көп емес. Математика емес,
математикалық сауаттылық жақсы дамиды. Өзінің логика, яғни Ойлауға нестандартное мышление біледі. дейді ғой. Нестандартное мышление өте жақсы дамиды. Ал математикаға ондай қатысы жоқ, мықты. Уақыттарыңызды студияға бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жарыс болып жатырса тек қана сәттілік, серік болсын дейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.